Қайырлы күн достар, сіздермен осындай керемет болып шығатын үгілмелі самсаның рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жұмсақ керемет үгілмелі. Бұл жерде самсаның бір жері жақсы, ешқандай ас содасы жоқ, қопсытқышы жасалады. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. 500 грамм алдын ала електен өткізілген ұнымызға бізге жоғары сұрып керек болады. 200 грамм бөлме температурасындағы тұрған сары майды алып, осылай қолымызбен крошка жасап шығамыз. Сол кезде біздің самсаларымыз жұмсақ керемет үгілмелі болады. Шай қасық тұз саламыз. 2 жұмыртқаның сары уызын саламыз. Ақ уызын алып қалдым самсаның бетіне жағуға. Тағы да 1 жұмыртқа жарып аламыз қосымша. Кез келген 100 грамм қаймақ керек болады. Осылай тағы да қолымызбен елеп аламыз. Мұздай суымызды құямыз 50 грамм. Тағы да елеп аламыз осылай. Ыдысты ыңғайсыз болғасын осылай алып елеп алдым да. Бізде күшті қамыр шықты. Холодильникке жарты сағатқа салып алсаңыз болады. Салмасын дайындаймыз. Сосын салмасы дайын болғанша қара бұрыш, шамалы тұз салдық. 350 грамм бізге фарш керек болады. Сиырдың фаршы. 500 грамм жуа керек болады. Осылай майдалап тураймыз. Біздің салмамыз дайын болды. Жақсылап араластырып қолымызбен осылай. Мен кішкене ірілеу қылдым. Мясорубка я болмаса теркіден өткізсеңіздер де болады. Мен өзіме осылай ұнайтын болғандықтан осылай ірі қылып турадым. Жеген кезде кішкене жуасы сезіледі. Өзім жуа ұнатамын. Негізінде салмасына көбіне салам жуа. Қамырымыз холодильниктен шықты. Осылай 60 граммнан бөлдім. 16 дана шықты. Үлкендеу қылып жасайым десеңіздер, жасай беруіңізге болады. Я болмаса 2 есе қосып 700 грамм фарштан тағы да қосымша шығаруыңызға болады. Менде мына жерде 60 граммнан 16 дана шықты. Өзіңіз ұнататындай қылып түйе берсеңіздер болады. Мен осылай қылып кувшин ретінде ұқсатып түйдім. Сізге 3-4 рет көрсетіп шығамын. Ортасы ашық болды менде. Осылай түйіп шығамыз. Бізде өте керемет жұмсақ болып шығатты. Шаймен ішкенге де керемет. Отбасыларыңызға жасап берсеңіздер міндетті түрде керемет. Өте дәмді. Өзіңізге ұнағандай түйе бересіздер ғой. Мана қалған ақ уызын бетіне жақып тастадым, ысырап болмау үшін. Көбіне негізі жұмыртқа мен сүт араластырып жағатын едім. Мына ретте ақ уызымен жағып шықтым.
Жұмыртқа мен сүт қосып жасайтын болсаңыздар өте күшті жып-жылтыр болып шығады беті. Ақ пен қара күнжіт араластырып шамалы сеуіп шықтым жандарына. Жүз 70-180 градуста 25-30 минут қарап тұрып пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші әрқалай. Мен осындай жапырақтар алдым. Салатын елесте жуып әсемдік үшін салып шықтым. Міндетті түрде емес. Негізі мына ортасына кувшин сапсау болғанда петрушка, яумасы укроп, қонақ келген уақытта үзіп салуларыңызға болады, әдемілік үшін. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып, менің шыққан рецепттерімді жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар. Ас болсын.